Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі жаңа сабақ 74-ші сабақ. Атақты тұлғалар. Батыр ата. Оқушылар, бұл мәтінде Батыр атамыз Бауыржан Момышұлымен және оның жауынгерлерінің арасындағы оқиға туралы айтылады. Яғни бұл жерде Нығмет Ғабдуллин деген жазушы мен Батыр атаның арасындағы диалог көрсетіледі. Батырдың мінезі. Шайқас кезінде жауынгерлерге жігер беретін ең күшті жебеуші нәрсе не Бауке деп сұрайды Нығмет Ғабдуллин жазушы. Баукең айтады, командирдің жеке басының қайраты дейді. Осыған байланысты өз майдан жолыңыздан бір әңгіме айтып беріңізші Бауке дейді жазушы. Немене, мақтануым керек пе дейді ата. Жоқ, болған оқиғаны айтып беруіңізді сұраймын. Тыңда ендеше дейді. Бауыржан ата өзінің оқиғасын бастайды. Бір жолы біздің батальон қалың орманға қарай бет алды. Орманға 150-200 метрде таянып қалдық. Оқ бойы алдымызда бара жатқан екі шолғыншы жауынгердің біреуі көмілген минаға ұрынып аспанға ұшты. Екінші шолғыншы да алға қарай бір-екі аттап қалғанда минаға соғылды. Бәріміз де тоқтай қалдық. Мина көмілген алаңға киліккенімізді түсіндік. Енді ілгері жүру қауіпті. Бірақ кейін шегінуімізге де болмайды. Қайткенде де орманға кіруіміз керек. Бекініс жасар жер алдымызда. Жауынгерлеріме қарадым. Бәрі тым-тырыс. Аяқтарын бір қадам ілгері аттап басуға ешбіреуінің де батылдары жетпей тұрғанын өңдерінен таныдым. Енді не амал табуым керек? Менің астыма мінген атым бар болатын. Тәуекелге бел байладым да атпен алға тура жүріп кеттім. Орманға жеткен соң бұрылып кейін қайырылдым. Осылай есілі-қарсылы 2 рет жүріп өтіп іс салдым. Сонан соң жауынгерлерге, еріңдер соңымнан бір ғана қатармен, біріңнің артыңнан бірің менің ізімнен тұп-тура жүріп отырыңдар деп бұйрық бердім. Қозғалып кеттік. Орманға жеткенше еш жағыма бұрылып қарағаным жоқ. Екі көзім тура алда болды. Соңымнан жігіттердің көздерін менен айырмай, аяқтарын батыл басып келе жатқандарын ішімнен сезіндім. Қауіпті зонадан бәріміз аман өттік. Мина көмілген жерді кесіп жүріп келе жатқандарыңызда қатерге ұшырармын деп қауіптенбедіңіз бе дейді жазушы. Тәуекелге бел буған адамды қорқыныш билемейді дейді ата. Соғыста ең қауіпті нәрсе не дейді жазушы? Паника. Қазақша айтқанда үрей дейді Батыр. Яғни, бұл әңгімеде Бауыржан атамыз өзінің басынан өткен оқиғасын айтады. Сонау Ұлы Отан соғысы кезінде Бауыржан атамыз жауынгерлерді басқарған, қолбасшы болған. Сол кезде олар өздері жаумен соғысып жүрген кезде орманға қарай келе жатады. Сол кезде көз алдарында екі шолғыншы жауынгер мина жарылған жерде ұшып кетеді. Солай олар жарақаттанып қалған кезде Бауыржан атаның жауынгерлері өте қатты сасқалақтап алға қарай жүре алмай қалады. Себебі алға қарай жүрсе, мина жасырынған жер екенін біледі. Ал кері шегінейін десе, ол да болмайды. Орманға жету керек. Себебі бекініс жасайтын жер алдында еді. Сөйтіп тұрған кезде Бауыржан ата өзі атымен орманға қарай шауып кетеді. Сөйтіп ерсілі-қарсылы жүріп, жол салып, сосын жауынгерлеріне айтады: жүріңдер, менің ізімнен тура бір-біріңнің артыңнан жүріп отырыңдар, солай орманға жетеміз дейді. Сөйтіп жауынгерлері Батырға сенеді. Сөйтіп аман есен діттеген жерлеріне жетеді. Соғыста
ең қауіпті нәрсе ол үрей деп түсіндіреді ата. Оқушылар, Бауыржан атамыздың қайсар мінезі мен ерен батылдығын түсіне алдыңыздар ма? Олай болса, Суретті әдебиет каналына тіркелейік.